Сәлем достар, қош келдіңіздер. Біздің көңілді жылдам жауап подкастымызға. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Ендеше, бүгін сіздермен біз тез ойлап, және де бірінші келген жауапты айтатын қызықты ойын ойнаймыз. Ол үшін оқушымен танысып алайық. Есіміңіз кім? Алтайыр. Алтайыр, нешедесіз? 6. 6-да екен Алтайыр. Ал Алтайыр, қызықты ойынға дайынсыз ба? Я. Дайын болсақ, сұрақтарға назар салайық. Тәтті ме, тұзды ма? Тәтті. Тәтті, қандай қызықты таңдау. Жаз ба, қыс па? Қыз. Тамаша, әр мезгілдің өз ерекшелігі бар екен. Мысық па, күшік пе? Дәм мысық. Мысық. Неге бұндай таңдау жасадыңыз? Таңдауыңыз керемет екен. Я. Не үшін таңдадыңыз? Мысық ұнайды ма? Я. Жақсы. Кітап па, мультфильм бе? Тап. Те жақсы. Екеуі де қызықты дүниелерге бізді жетелейді екен. Алма ма, банан ба? Алма. Жарайсың. Екеуі де дәруменге бай. Ән айту ма, би билеу ме? Білмеймін. Би билеу дейді. Тамаша. Өнер әрқашанда көңіл күйді көтереді екен. Сурет салу ма, құрастыру ма? Сурет салу. Өте жақсы таңдау. Таңертең тұру ма, кеш ұйықтау ма? Кеше тауды. Неге барлығыңыз кеш ұйықтау таңдап жатырмыз? Неге кеш ұйықтайсыз сіз? Кеше ұйықтаймыз. Неге ұйықтаймыз кеш? Сол. Сол. Жауабы сол. Негізі, бізде ерте ұйықтап, ерте тұрған денсаулыққа пайдалы Алтайыр. Өскен кезде, сіз мектепке баратын кезде, ерте ұйықтап, ерте тұру керек болады. Ерте жатсаңыз, ерте оянасыз. Ал кеш ұйықтасаңыз, кеш тұрасыз. Ұйқыңыз қанбайды. Сабаққа көңіл күйіңіз болмай қалады. Келісесіз бе? Сау болыңыз. Келісесіз бе? Келісесіз. Алтайыр. Келісесіз бе деймін? Я. Деш. Келісесіз бе? Я. Теңіз бе, тау ма? Тау. Тау. Неткен керемет таңдау. Батыр болу ма, ғалым болу ма? Ғалым. Өте жақсы. Ең бастысы еліңе пайдаңды тигізу екен Алтайыр, я? Батыр болсақ та, ғалым болсақ та. Бүгінгі жылдам жауаптар өте қызықты болды. Алтайырдың қай жауабы сізге ұнады? Төменге комментарийға жаза отырыңыз. Осымен подкастымыз аяқталды. Келесі кездескенше не дейміз Алтайыр? Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.